Баршаға сәлем, мені көріп отырған көрермендерім. Бүгін сіздермен бірге тәп-тәтті, жұп-жұмсақ булочкалар жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді, ерітілген майымызды салып аламыз. Екеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз. Осы массамызға 1 шай қасық тұзымызды саламыз, жақсылап араластырып, үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды салып, оны да толықтай ерігенше жылдам араластырып алатын боламыз. Бір жұмыртқамызды салып алып, оны да толық араластырып алатын боламыз. Алдын ала өлшеп алған құрғақ аштығымызды да салып, оны да араластырамыз. Енді аз-аздан ұнымызды салып, венчикпен араластырып отырып, қою масса болғанша венчикпен араластырамыз. Кейіннен қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Ұнды біз аз-аздан салдық, сонда бізде булочкаларымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Осылай аз-аздан салып отырып, жұмсақ етіп қамыр илеп алатын боламыз. Толық рецепті әдеттегідей астындағы описание бөлімінен таба аласыздар. Осымен біздің жұп-жұмсақ қамырымыз дайын. Үстінен 1 ас қасық көлемінде сұйық майымызды құйып, майымызды кішкене сіңгенше осылай илеу береміз. Қатты көп илеудің қажеті жоқ, майы кішкене сіңгенше осылай екі бетін аударып алсақ болғаны. Енді бұны жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Міндетті түрде жылы орап қоятын боламыз. Қамырымыз дәл осылай әдемі болып көтеріліп, ашып шықты. Тегіс жерге алып, 2 бөлікке бөліп алдым. Осылай ұзындау формаға келтіріп аламыз. Өз қалауыңызша кез келген формада жасай берсеңіз болады. Мен осылай ұзынша етіп, формаға келтіріп, кішкене ғана бөліктерге бөліп алдым. Видеода байқағандарыңыздай жанымда менің балдарым отырады, көмекшім. Барлығын осылай көз мөлшерімен бөліп алдым. Сосын дәл осылай құрт тәріздес етіп, дөңгелектеп шықтым. Бөліп алған тестамның бір бөлігінен дәл осылай дөңгелектер жасап алдым. Енді бұлардан әртүрлі пішіндегі булочкаларды жасайтын боламыз. Қамырларды дәл осылай қолмен жайғанда ыңғайлы, бірақ мен кішкене жұқалау болу үшін оқтаумен де кішкене жайып жібердім. Қолмен жайсаңыз да, оқтаумен жайсаңыз да өте ыңғайлы. Қамырымыз өте әдемі болып шығады. Бұл жерде мен булочканың бірнеше түрлерін жасап көрсеттім. Әрине, өзімнің білгендеріммен бөлісіп отырмын. Бізде бірінші булочкада мак пен қант, ішіне қалауларыңыз бойынша начинкасын салсаңыздар болады. Вареный сгущенка, варенье салсаңыздар да болады, немесе ештеңе салмасаңыз да булочкаларымыз өте дәмді болып шығады. Мен бұл видеода өзімнің білетін үлгілеріммен және де ішіне осылай салған салмаларыммен сіздермен бөлістім. Менің булочкаларым өте үлкен көлемді, әрі жұп-жұмсақ, дәмді болып шықты. Бізде екінші начинкамыз
какао мен қант. Какаоны қорықпай сала берсеңіздер болады. Бетіне қант салған соң, оның ащылығы білінбейді, мүлдем білінбейді десем де болады. Какаоның грамын сұрайтын болсаңыздар, жарты шай қасық қоссаңыздар болады. Мен көзбен шамалап өлшеп сала бердім. Менде бірінші және екінші булочкаларының формасы бірдей, тек ішіндегі начинкасында айырмашылығы өздеріңіз байқап көріп отырғанда болатын шығарсыздар. Бірінші булочка макпен, ал бұл какаомен. Екеуінің дәмі де өзінше ерекше. Бізде үшіншісі вареный сгущенкамен. Қамырдың барлығын дәл осылай дөңгелектеп жайып алып, ішіне вареный сгущенкамызды жағып, орап алдым. Ең алдымен осылай кесіп алсаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Осы пішіні де бізге өте қатты ұнады. Гүл тәріздес, әп-әдемі болып шығады. Видео ұнаса, достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Және бос уақытыңызда үйде дәл осылай булочкалар пісіріп, ұл-қыздарыңызды, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Менің арнамда басқа да видеоларды қарайтын болсаңыз, оңай ғана қарапайым жасалатын заттар өте көп. Міне біздің гүлді булочкамыз да дайын. Бұл тестамызда да тоже какао мен қант болады. Бұл бізде ең соңғы булочкамыздың түрі. Жан-жағынан дәл осылай видеодағыдай етіп кесіп аламыз. Екі бұрышын дәл видеода көрсеткендей етіп, жіңішке етіп ұзыннан кесіп алатын боламыз. Және де бір бұрышына біз вареный сгущенкамызды салатын боламыз. Бұл да бір ерекше әдемі. Дәл осылай вареный сгущенкамызды жағып алып, екінші бетіндегі қамырды үстінен қойып, жан-жағын жақсылап жабыстырып алатын боламыз. Және де ұзыннан етіліп кесілген қамырларымызды дәл осылай екі басына жеткізіп, шаш тәріздес етіп өріп алатын боламыз. Жасалуы өте оңай. Және де ерекше әдемі болып көрінеді. Осымен булочкаларымыздың барлығын түйіп, формамызға жайғастырып алдық. Бетіне жұмыртқаларымызды жағып жатырмыз. Біз алдын ала пешті 200 градуста қыздырып алдық. Алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минутта пісіп шығады. Менде дәл осы рецептпен 2 лист шықты. Екінші форманың астын майладым. Осымен біздің булочкаларымыз дайын. Өте әп-әдемі, қып-қызыл, жылтыр болып пісіп шықты. Видео ұнаған болса, сіз де міндетті түрде жасап көріңіз.
жасалуы өте оңай, қып-қызыл, әп-әдемі. Қазір сіздерге бөліп көрсететін боламын. Өте жұмсақ, ыстықтай сіздерге бөліп көрсеттім. Видео ұнады деген ойдамын. Назарларыңызға көп-көп рахмет.